Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен өте қолжетімді, қарапайым ғана жасалатын, оңай ғана дайындалатын картошка дайындайтын боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керек заттарымыз өте қарапайым ғана, кез келген үйден табылатын қолжетімді заттардан тұрады. Бізге осындай кез келген печенье түрі болады. Мен южный печеньесін пайдаландым. Енді осыны блендер толғанша осындай екіге бөліп аламын. Сосын осыны өте майда етіп өткізіп алатын боламын. Өте ұсақ болғаннан кейін жарты болды. Осынша мөлшерде жасасам жеткілікті. Егер бұдан көп жасаймын десеңіздер, құрамын көбейтесіздер. Енді осыны таза құрғақ ыдысымызға салып, үстінен 3 шай қасық какаомызды қосамыз. Алдымен 2 шай қасық какаоны қосып көрдім, араластырып көреміз. Сәл қоңыр түс қалаймын десеңіздер, одан да көбірек қоссаңыздар болады. Менде 3 шай қасық жеткілікті болды. Енді аздап қана сары майымызды қосып көреміз. Бірден көп қоспаймыз. Шамамен сары майымызды 50 немесе 80 грамм қоссаңыздар жеткілікті. Енді аздап қана қоюлатылған сүт, яғни сгущенка дейміз, соны қосып араластырып аламыз. Менде кішкене құрғақ болып қалды, сондықтан сгущенкадан тағы да кішкене қосып жіберемін. Енді тағы да араластырып көреміз. Егер бізде сары майымыз сәл аздау болып жатса, оны да кішкене ғана қосып жіберсектер жеткілікті. Негізі 50 грамм сары май қоссаңыздар болады. Бұдан көп жасаймын десеңіздер, әрине құрамын көбейтіп, шамамен көз мөлшерімен жасап жіберсеңіздер болады. Мен көз мөлшерімен жасап жатырмын. Мен шамамен граммдарын жазып өтетін боламын описание бөліміне. Енді осыны араластырып аламыз. Егер құрғақ болып бара жатса, аздап қана кішкене мен секілді сары май қосып жіберсеңіздер болады. Тағы да кішкене сары май қосып алдым. Енді осы жеткілікті болды маған. Енді қолымызбен әбден араластырып аламыз. Өйткені толық арасына жағылу керек, және де біздің какаомыз бірыңғай түс болу керек. Видеода көрсетілгендей етіп әбден жақсылап тұрып араластырып аласыздар. 5-7 минуттай араластырып алсаңыздар болады. Сонда бір-бірімен бірігіп, түсі де өте қанық болып шығады. Енді шай қасықтың көмегімен осындай етіп алып, екі қолымызбенен форма жасап аламыз. Форма жасау өз қалауыңыз. Маған сопақша формасы ұнайды. Өте ыңғайлы әрі сәнді болып көрінеді. Немесе дөңгелек етіп жасасаңыздар да болады. Міне осындай етіп мен сопақ етіп жасап алдым. Тәрелкемізге жайғап шығатын боламыз. Егер бұдан да үлкен картошка жасаймын десеңіз, өз қалауыңыз. Аз қасықтың немесе одан да үлкен қасықтардың көмегімен алып, қолыңызбен әбден дөңгелек етіп аласыз. Одан кейін сопақша формаға келтіресіз. Маған осы сопақша еткен және де кішкентай формасы өте ыңғайлы, сол себепті де осындай етіп жасап алдым. Барлығында жасап алып тәрелкемізге тізіп шықтым. Енді осыны какаомен бетін сәндеп дастарханға ұсындым. Өте дәмді және жылдам жасалатын десерттің бір түрі. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жемістерді қойсаңыздар да болады, немесе шоколадпен де сәндеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Және де сіздерге кеңес беремін жасауға. Небәрі 10 минутта 15 минутта жасалатын десерт, және де өте қарапайым, қолжетімді заттардан тұрады. Кез келген үйден табылатын заттардан тұрады. Егер сізге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп қойыңыз, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қосып жіберіңіз. Пікір қалдыруды ұмытпаңыз.